Мен Душа мультфильмін көрген сайын жылаймын. Жаңа түсінік келеді, миым қозғалады және жүрегімнен белгілі бір сезімдер пайда болады. Дәл осы мультфильмді көрген сайын менің ішімде бір жаңа түсінік оянады. Сол түсініктермен мен сіздермен бөліскім келеді. Бәлкім сіздер көрген шығарсыздар, бәлкім көрмеген де шығарсыздар. Душа мультфильмін көрмесеңіздер көруге кеңес берем. Ал егер уақыттарыңыз болмаса, бірақ Душа мультфильмі бергісі келетін, бізге түсіндіргісі келетін инсайттарды естігіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Маған тіркеліп лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ал менің атым Айнара Байжан, мен нейрокоуч, психологпын. Олай болса кеттік. Душа фильмінің басты кейіпкері Джо Гарднер деген азамат. Ол мектепте музыкадан сабақ береді, яғни мұғалім. Оның бүкіл өмірлік арманы танымал джаз ансамблінде пианист болып сахнаға шығу. Бір күні сол арманы орындалып, әйгілі топпен ол сахнаға шығады. Қуаныштан басы айналып бара жатып, сол концертке шығардың алдында байқаусызда ашық құдыққа түсіп кетеді де қайтыс болады. Представляете, қайтыс болады. О дүние емес, бұл дүниеге дейінгі әлем Джоның жаны денесінен бөлініп мәңгілікке кететінін жолға түседі. Бірақ ол әлі өлгім келмейді, концертім бар, менің әлі арманым орындалмады деп қашып, кездейсоқ ұлы Бетбұрыс деген жерге түседі. Бұл жерде жаңа жандар жер бетіне түспес бұрын өздеріне мінез құлық таңдап, ұшқыннан тауып дайындалады. Сол жерде Джо 22-ші санды жанның тәлімгері болып тағайындалады. Бұл 22-ші жан мыңдаған жылдар бойы жерге түсуден бас тартып келе жатқан қиын бала. Оған Ганди де, Аристотель де ұстаз болған. Тарихта қандай мықтылар бар, олар ұстаз болған. Бірақ ол өмір сүрудің ешқандай қызығы жоқ, бәрі мағынасыз деп есептейді жаңағы жан. Сөйтіп жүрген кезде бір күтпеген оқиға болады. Ол жерге қайту процесі болады. Бір қателіктің кесірінен Джо мен 22-ші жан жерге қайтадан қайтып келеді. Осы әлемге, осы біз өмір сүріп отырған реальностьке. Бір қызығы, 22-ші жан Джоның денесіне түседі. Джоның жаны қатардағы бір мысықтың денесіне кіріп кетеді. Енді мультфильм ғой, фантастика, бірақ бізге түсіндіретін инсайт, бізге көрсететін түсінік бұл жерде өте терең. Енді 22-ші жан Джоның денесінде жүріп, алғаш рет дәмді тамақтың дәмін татады. Желдің соққанын сезеді. Адамдармен сөйлеседі. Былайша айтқан кезде, здесь и сейчас өмір сүреді ғой. Ол өмірдің әрбір кішкентай деталінен сұлулық көре бастайды. Соны сезінеді. Ал Джо сырттай қарап отырып, өзінің осы уақытқа дейін тек жетістік, арман, мақсат, успешный успех, соның айналасында жүріп, қарапайым бақытты сәттерді қылт жібергенін түсінеді. Сөйтіп, Джо өз денесін қайтарып алып, армандаған концертін береді. Бірақ ол күткендей ғажайып сезім болмайды. Ол нағыз бақыт арманға жеткен кезде үлкен сахнада емес, көлік алғанда, квартира алғанда, немесе $1,000,000 жеткенде емес, әрбір сәтте күн сайын нағыз бақыттың бар екендігін біледі, және әрбір көрермен соны сезеді. Мені жылататын момент осы. Біз жалпы тіршілікте көп нәрсеге мән бермейміз. Біз тек арманға жетсем, кредитімді жапсам, үй алсам, көлік алсам бақытты боламын деп ойлаймыз. Ал негізінде күн шығып тұр, көктем келді, жапырақтар, талдар бүршік атып жатыр. Анамызбен әңгімелесеміз, балаларымызбен әңгімелесеміз. Осының бәрі детальдар, оның бәрі өмірдің әрбір саты. Осының барлығы зор бақыт. Қысқаша айтқанда, адам жетістікке жетуді емес, өмірдің өзін сүруді, өмірдің өзін әрбір сәтін бағалауды үйренген кезде шынайы бақытқа жетеді. Мультфильм қазіргі дәл біз өмір сүріп жатқан қоғамдағы ең басты дерт, яғни барлығы айтатын жетістікке жету маниясы мен мағына іздеу хаосына берілген ең күшті жауап. Мультфильмнің авторлары адамдарға мынадай маңызды психологиялық нәрсені түсіндіргісі келетін сияқты. Кейінге қалдырылған өмір синдромынан арылу. Яғни жаңа мен айтып кеткенімдей, мен кредит жапсам бақытты болам, үй алсам бақытты болам,
күйеуге шықсам бақытты болам, бала тусам бақытты болам. И так бесконечно. Көптеген адамдар осылай жүр дәл қазір. Мен қызметте өссем, өмір басталады. Мен басқа қалаға көшсем, өмір басталады. Мен кредитімнен құтылып алайын, сосын өмір сүрем деп ойлайды. Бірақ Джо Гарднердің ситуациясы осы синдромның, яғни кейінге шегеру, өмірді кейін ысырып қою синдромының нағыз көрінісі. Ол өмірді тек жаз сахнасына шықсам, өмірді сүре бастаймын деп ойлайды. Мультфильм бізге өмір бұл баратын жердің емес, яғни А нүктесінен Б нүктесіне барудың емес, бұл жолдың өзі бақыт екендігін айтады. Яғни процестен, сол мақсатқа жету жолындағы процестерден ләззат алуымыз керектігі туралы түсіндіргісі келетіндей. Егер біз сол жолда, сол процестен, жұмыстан кредит табу деген мақсатқа жетудегі жолымызды жақсы көріп содан ләззат алмасақ, біз кредит жапқан кезде бақытты бола алмаймыз. Одан кейін тағы бір біздің қоғамда әр адамның бір тума таланты, предназначениесі бар екендігін айтады. Барлық көптеген коучтар сен өз предназначениеңді тап, сенің миссияң бар, сенің соны таппасаң өмірің зая кетеді деп айтады. Адамдар осыған бас қатырып өмірлерін хаосқа айналдырып алған. Менің миссиям не, мен не мақсатпен бұл өмірге келдім деп көп ойланып жүр дәл қазір адамдар. Ал Душа мультфильм көргеннен кейін 22-ші жан жерге түсу үшін, яғни ұшқынын дейді ғой, спарк дейді, соны таба алмай қиналады. Ол мұны ерекше бір мамандық немесе талант деп ойлайды. Мен не нәрсеге қабілеттімін деп. Мультфильмде бұл талант емес, бұл өмір сүруге құштарлық екендігін көрсетеді. Яғни сіздің миссияңыз, сіздің предназначениеңіз, сіздің қабілетіңіз бұл өмірде жай ғана өмірді жақсы көру, өмірге сүруге деген құштарлық сезіммен өмір сүрсеңіз, бұл да сіздің миссияңыз. Және бұл жаман миссия емес. Жай ғана аспанға қарап, тауларды көріп, өмірдің дәмін сезіну осы жер бетінде жер басып жүруге жеткілікті себеп. Яғни сіз міндетті түрде осы жерді басып жүрсеңіз, бір үлкен бір іс тындырып, бір қабілетіңіз, бір великий бір адам болып, сондай бір үлкен мәселелерді шешуге сіз келмеген болуыңыз мүмкін бұл өмірге. Жай ғана сіз бұл өмірге ләззат алу үшін, тауларға қарап сүйсіну үшін, аспанға қарап рахаттанып тыныс алу үшін келген болуыңыз мүмкін. Және бұл да миссияның бір түрі. Туннельдік ойлау деген бар, адам бір мақсатқа тым қатты фокус қойғанда, оның миы туннельдік ойлауға көшеді. Сондай кезде адам айналасындағы мүмкіндіктерді, жақын адамдарын, өзін, денсаулығын, бала-шағасын байқамай кетеді. Әсіресе мансап қуған, әсіресе бір проектім атып кетсін деп, сол проекттің соңынан жүріп, күндіз түні ұйықтамай, ұшып қонып, сол проект үшін бар жанын салып жүретін адамдар өмірді уысынан жіберіп алып жатыр. Джо, жаңағы музыкант, мысық болып жүргенде ғана өз оқушысының қаншалықты талантты екендігін, шаштараз досының жеке армандары болғанын алғаш рет естиді. Яғни мультфильмнің сценарий авторлары бізге эмпатия мен зейінділікті, яғни фокусымызды қайтарғысы келеді. Әр адамда бұл негізі Құдай берген қасиет еді, эмпатия, яғни сезіну, сезімнің ояу, сезімнің тірі болуы, және де фокус, біздің назарымыз. Біз айналадағы көршіміздің не нәрсеге қабілетті екендігін, оның мінез-құлқының қандай екендігін, коллегамыздың қандай сүйікті түсі қандай екендігін назар аудармаймыз. Өйткені біздің фокусымыз сол бір успешный успехқа жетуге қатты шоғырланып кеткен. Өзгелерді тыңдай білу және айналаға қарау біздің ішімізге спокойствие береді, біздің ішіміздегі бос кеңістікті толтыра алады екен. 22-ші жанның адасқан жанға айналу сәтінде өте терең психологиялық сәтті көрем. Оның айналасында өзін кінәлайтын, сен түкке тұрғысызсың, сенің қолыңнан түк келмейді деген сияқты дауыстар айтылып жатады. Сіздің де өміріңізде сізді кінәлайтын, сізді мойындамайтын, сізге жасырын агрессия жіберетін бір жақындарыңыз болуы мүмкін. Немесе біздің ішімізде үнемі критик
өмір сүріп отырады. Айнаға қарасаң, сен толып кеттің дейді. Проект бастасаң, сен білімсізсің, білім ал дейді. Сен қолыңнан келмейді, басқалар көбірек жасап жатыр, сенің қолыңнан келмей жатыр деген сияқты бір сын шығып отырады. Психологияда бұны ішкі эго-ке, ішкі ата-ана деп айтады. Жарайды, бұл маңызды емес, бірақ біз бір сәтсіздікке ұшырағанда миымыз өткендегі барлық ауыр сөздерді жинап бізді депрессияға түсіреді. Мультфильм бұл дауыстарды тек мейірімділікпен қабылдау арқылы ғана жеңуге болатынын көрсетеді. Яғни тек сізде емес, барлық адамда ішкі критигі үнемі сөйлеп тұрады, үнемі кемсітіп тұрады, үнемі сын пікір айтып тұрады. Бірақ мультфильмді көргеннен кейін сол дауыстарды біз мейірімділік және қабылдау арқылы ғана жеңуге болатынын көз жеткіземіз. Менің ылғи айтатын сөзім бар: қабылдау ләззат, қабылдамау азап деген. Мультфильм адамдарға мынаны ұқтырғысы келетін сияқты: сенің құндылығың сенің жетістіктеріңмен өлшенбейді. Сенің құндылығың сен қанша ақша таптың, қанша миллион жасадың, неше дипломың бар, қай жерде жұмыс істейсің, неше бизнес аштың, онымен өлшенбейді. Мүлдем. Сенің құндылығың сенің осы өмірде тірі жүргеніңде. Сен бұл өмірде тірі жүрсің бе? Құдай саған дем беріп тұр ма? Тыныс алып тұрсың ба? Демек сен сол миссияны орындап жүрсің. Және ол жеткілікті. Тағы да қайталап айтамын: мен ештеңеге жетпедім, менің жолым болмай жүр деп өзіңізді құнсыздандырмаңыз. Сіз құндысыз, сіз уже потоктасыз. Өйткені сіз бұл өмірде өмір сүріп жатырсыз, тірі жүрсіз. Көптеген адамдар менің өмірлік мақсатым не, мен не үшін туылдым деп өзін қинап, үлкен бір жетістікті іздеумен ең тәтті кезеңін өткізіп жатыр. Абай атамыз айтады ғой: жас уақытта көңіл гүл дейді. Яғни біздің қазір көңіліміз гүлдеп тұрған шақта біз мына өмірге ләззаттанбай, қанағаттанбай, өзімізге сын айтып, мін тағып, өмірлік мақсатым не, мен қандай жетістікке жетуім керекпін деп сабылысып жүрміз. Мультфильмде басты кейіпкер Джо Гарнер өзінің жаңағы ұшқынын, өзінің успешный успехын, өзінің сол басты миссиясы сол джазовый концертке шығып пианинода ойнау деп ойлайды ғой. Сіз миллион табу деп ойласаңыз, Джо Гарнердің арманы сондай, да. Сіз мысалы үй алу деп 4 бөлмелі үйге қол жеткізу деп азынан кешкеден жұмыс деп азынан кешке соны ойлап, сол өміріңіздің мәні сол үй алу деп жүрсіз. Сіздің ұшқыныңыз, яғни осы үй деп алсақ, мультфильмнің соңында, мультфильм арқылы біз нағыз ұшқын квартира емес, нағыз ұшқын Джоның музыкасы емес, нағыз ұшқын өмірдің дәмін сезіну. Осы жерде мен коучингтік бір кеңес айтқым келеді сіздерге. Сіздің мақсатыңыз міндетті түрде кәсіп ашып байып кету емес. Сіздің мақсатыңыз дәл қазір көктем мезгілі, немесе бұл видеоны сіз күз мезгілінде көретін шығарсыз. Күз мезгілінде көрсеңіз, дәл қазір сіздің ең ғажап міндетіңіз күзгі жапырақтардың жерге түскенін бақылау, ләззат алу, дәмді кофе ішу, жақыныңмен сағаттап сөйлесу. Міне өмірдің мағынасы осында. Өмірді кейінге қалдыру ең үлкен біздің қателігіміз. Табысқа жету бақыттың кепілі емес. Джо өзі армандаған сахнаға шықты. Ерекше бірдеңе болады деп ойлады, бірақ ештеңе де ойлаған жоқ. Ол жаңағы Доротея Уильямстан енді не болады деп сұрағанда, ертең де осы болады деп жауап берді. Нейробиологияда мынадай ұғым бар: гедоникалық бейімделу. Біз мақсатқа жеткен кезде дофамин уақытша көтеріледі де тез басылады. Мысалы үшін сіз бір бизнесті аштыңызда, бір айда миллион теңге табам деп өзіңізге мақсат қойдыңыз. Бір ай өтті, миллион теңге табылды. Сол миллион теңге деген ақша түскен кезде сіз дофаминді алдыңыз. Дәл сол сәтте дофамин бір 10-15 минутқа ғана көтерілді. Болды. Тез басылды. Ал егер сенің бақытың тек нәтижеге байланысты болса, сен ешқашан толық қанағаттанбайсың.
Сондықтан да мультфильмде адамдар өз ісіне қатты берілген кезде бір ерекше бір зонаға түсіп кететіндігін көрсетеді ғой. Бірақ сол бір нәрсеге, бір іске қатты құмарлық, мания болып кеткен кезде, манияға айналған кезде адамдар адасады, депрессияға түседі, выгорание болады. Кез келген жақсы нәрсенің, жұмыс болсын, идея болсын, проект болсын, кредит жабу болсын, шектен шықпау керек. Шектен шықсаңыз, сіз реальностьтан, өмірден алшақтап кетесіз. Өмірден алшақтаған кезде сіз адасқан адам боласыз. Яғни адасқан адам кім? Депрессия, уайымның құрсауына кетіп қаласыз. Өз ісіңді сүю керек, бірақ та оның құлына айналмау керек. Жұмыс, демалыс балансы қатар болу керек. Үнемі жұмыс жасап, бірақ демалуды ұмытып кететін адам да осы. Дәл қазіргі сәт осында, және қазір деген принципті, здесь и сейчас деген принципті ұмытқандар. Құдай бәрімізге үлкен сый берді. Ол қандай сый білесіз ба? Ол сый бүгін. Сізде бүгін бар, болашақ жоқ. Өткен өтіп кетті. Екеуі де иллюзия, болашақ пен өткен иллюзия. Сізде ең үлкен сый бар. Ол бүгініңіз. Ал ендеше бүгін далаға шығыңыз, айналаға қараңыз, құстардың әуенін, құстардың ән салған, құлағыңызды түріп қойып тыңдап ләззат алыңыз. Үйдегі балаларыңыздың күлкісіне масаттаныңыз. Анаңызбен телефонмен сөйлесіп, қандай әдемі уақыттың өтіп жатқандығын соған назар қойып ләззат алыңыз. Өзіңізге сенбей жүрсеңіз, ол сіз емес, ол қоршаған ортаның дауысы. 22-ші жан мультфильмдегі ешкімге керексіз деп есептейді өзін. Өйткені мыңдаған жылдар бойы оның ұстаздары солай айтқан. Оның ұстаздары кім болған? Сол жаңағы тарихта қалған атақты тұлғалар, ол Линкольн, Юнг, Аристотель деген сияқты. Бірақ та ол интернализация деген ұғым бар. Біз өзіміз туралы ішкі негативті диалогты басқалардың біз туралы ойынан, біз туралы айтқан әңгімелерінен құрап аламыз. Біз таптаза сана болып келдік бұл өмірге. Сол таптаза санамызға сыртқы қоршаған орта, мұғалімдер, ата-анамыз бірдеңені кішкентай бір жерде қателік кетіп қалса, сен осыны дұрыс жасамадың деп бізге сын мін айтады. Сөйтеді дағыны біз соны өзімізге қабылдап аламыз да установка етіп жазып аламыз. Егер сіз менің қолымнан ештеңе келмейді деп ойласаңыз, дәл қазірден бастап бұл сіздің өз дауысыңыз емес. Бұл өткен шақта сізге біреу солай деп айтқан, и соған сіз сеніп қалдыңыз да, сол сөз сіздің ішіңізге түсіп, сол сөздің жаңғырығы естіліп тұр деп түсініңіз. Сол ескі жаңғырықты, ескі біреудің айтқан сөзін өшіретін кез келді. Дәл қазір өшіріп тастаңыз, өзіңізге сеніңіз. Жаңа жоғарыда айтқандай, сіз осы өмірде тірі жүргеніңіз үшін құндысыз. Ештеңеге жетпесеңіз де құндысыз. Жетсеңіз әрине керемет. Бірақ та сіз дәл қазір далаға шығып, табиғатқа рахаттанып, қарап сүйсініп, өзіңіздің ісіңізден кайф алып, немесе просто күйеуіңізбен таңғы асыңызды рахаттанып жеп алсаңыз, әңгіме айтып, және сол сәттен ләззат алсаңыз, міне нағыз бақыт осы. Мұхитты іздеген балық болма деген осы мультфильмде бір хикая бар. Ол балық мұхитты іздеп жүр, бірақ өзі судың ішінде екендігін байқамайды. Сол сияқты адамдар бақытын іздеп жүр, бірақ өзі бақыттың ішінде жүр. Бізге сезім мүшелері не үшін берілді? Сезіну үшін. Сіз қазір пицца жесеңіз, немесе шоколадты жесеңіз, таңданасыз ба? Жоқ, таңданбайсыз. Мультфильмде 22-ші жан пицца жегенде, немесе кәмпиттің дәмін татқанда қатты таңданады. Күнделікті істерде тамақтанамыз, күнде біз серуендейміз. Соны медитацияға айналдырыңыз. Медитация жасаңыз. Ол сізді баяулатады, ол сізді осы сәтке түсіреді. Сондықтан да әр адам тағдырын өзі әдемі етіп жасап алады. Мультфильмде адамдар бір жерге келгенде әртүрлі мінез құлық, бірақ бір жерге келген кезде адам сол мінез құлықты өзі таңдайды. Барлық адамда таңдау құқығы бар.
қандай адам болам десеңіз, сізде таңдау құқығы бар. Сізден таңдау құқығыңызды, таңдау еркіндігіңізді ешкім алып қоя алмайды. Сондықтан да осы жан, яғни душа мультфильмі бұл өмір сүрудің қалай екенін емес, өмірдің өзі қандай керемет, кайф, бақытты екендігін көрсетеді. Есіңізде болсын, егер сіз өмір сүріп жүрген болсаңыз, сіз бақыттың ішінде жүрсіз. Мұхиттың ішінде жүріп, мұхит іздеген балық болмаңыз. Просто қабылдаңыз. Сіздің өміріңізде дәл қазір Джо сияқты бір мақсаттың соңында жүріп шаршап жүрсеңіз, өмірді дәл қазір осы видеоны тоқтаған сәттен бастап байқаңызшы, қандай сезім бар. Ал мен сізбен келесі видеода кездесемін. Аман болыңыз.